Балалар. Жақсы. Ал білімді қайдан аламыз? Мектептен. Жақсы, жарайсыңдар бала, шуламайын. Ал білімді оқушы еліміздің дамуына өз үлесін қосады. Қазақстан Республикасының дамуына өз үлесін қосады. Әлемге танытады. Ол үшін ойымыз ұшқыр, зымыран сияқты шапшаң болуымыз керек. Ал зымыран дегеніміз не кім айтады? Зымыран. Айта ғой, зымыран дегеніміз. Дұрыс айтасың, бұл ғарыш кемесі, жақсы. Ал балалар, сол ғарыш кемесімен сендер ғарыш әлеміне саяхатқа шыққылар келе ме? Ал ендеше ғарыш әлеміне саяхатқа шыққанымыз, жақсы ма? Кетті. Жарайсың, қай жерге тоқтады екен? Юпитер планетасына тоқтапты. Қараймыз, Юпитердің тапсырмасын көрейікші. Топ лақтыру әдісі дейді, маған қараймыз. Атасына. Топ лақтыру әдісі балар, мен сендерге сұрақтарды қоямын. Сендер соған жауап көреміз. Жазамыз. Дұрыс, көпай жинай береміз, жұлдызшаларды аламыз. Дыбыс дегеніміз не, кәне? Дыбыс? Айтамыз, балалар, ойымызды жинақтайық. Жақсы. Ал дыбыстар нешеге бөлінеді? Ал ұпай жинаймыз. Айта ғой, нешеге? Екіге бөлінеді, дұрыс айтасың. Дауысты, дауысты. Жақсы. Тыныш. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Екіге. Қандай? Дауысты дыбыстар? Дұрыс. Жарайсың, жуан және жіңішке. Жарайсың. Жақсы. Жіңішке дауысты дыбыстарды айтайықшы. Қане еркін? Жақсы. Осы дыбыстарды өттік лақтыра қоймаған. Жарайсыңдар. Ал адам басталатын сөз айтайықшы. Қане? Алма, жақсы. Жақсы. Рдан басталатын сөз айтайық. Қарғат. Радио. Бірінші оны бірден айтуға болады. Сыдан басталатын айтайық. Сағат. Жақсы. Жарайсың. Жақсы бала. Мыдан басталатын айта ғой. Қатты дауыс. Мақта. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Кәнеке, үш шоқалақ бірімізге орындарына отыра қойды. Жұмбақ, Жұмбақты кәнекемен оқимыз, сендер жауап бере қойыңдар, дұрыстап тыңдаймыз. Ұқсайды өзі шалғыға, елестет көз алдына. Кәне, ойланып қалай, болды деп қайыр. Шалғыға ұқсайды. Шалғыға ұқсайды. Кәнеке бере ғой, келіп алдына келіп ғой. Қолында алдын соз. Қандай әріп? Балалар, жақсы. Ендеше жауабы Г әрпі. Неге ұқсайды екен балалар Г әрпі? Шалғыға. Шалғы дегеніміз не? Өте жақсы шөп шабатын. Сонда Г дыбысы сөздің қай жеріне келсек? Шоқ жұлдыздар бар. Аспан әлемінде 9 ғаламшар бар. Сол ғаламның үшіншісі жер деп аталады.